Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сүзбе және жеміс жидек қосылған торт суфле дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз жеміс жидектерімізді жақсылап жуып дайындап аламыз. Бізде шабдалы мен абрикос. Жақсылап жуып, осылай майдалап турап аламыз. Және де осындай майы жоқ крокет немесе крекер печеньелері қажет болады. Алдымен сүтімізге желатинімізді салып, бөлек дайындап қоямыз, жақсылап араластырамыз. Желатин менде міне дәл осы суреттегідей желатинді пайдаланамын, яғни халал. Енді творогымызға, яғни сүзбемізге қант ұнтағын қосамыз. Және де қаймақты қосамыз. Бәрін жақсылап блендермен езіп шығамыз. Міне массамыз осындай болуы керек. Енді осы массаның үстіне жаңа алдында дайындаған желатинімізді ертіп қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Формамызды дайындап аламыз. Енді формамызға жақсылап дайын болған массамызды құямыз. Арасына жеміс жидегімізді саламыз. Келесі кезекте сүзбелі массамызды салып, дәл осылай кезек бәрін толтырып шығамыз. Яғни бұл духовканы қажет етпейді, жасалуы өте оңай. Түнде жасап қойсаңыздар, таң атқанша дайын болып тұрады. Жақсылап тегістеп, тоңазтқышқа салып қоямыз. Міне ертесінде алдық, формасы оңай алынады. Торт суфлеміз дайын болды. Жасалуы өте оңай, яғни духовканы қажет етпейді. Және құрамында жұмыртқасы жоқ, өте жеңіл десерттің бірі. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Арасына кез келген, яғни отбасыңыз ұнататын жеміс жидек салсаңыз да болады. Ұнаса лайк басып пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Менің арнамда бұдан да басқа бәліш пирогтардың толық рецептісі көрсетілген, кіріп көрсеңіздер болады. Яғни тағы да басқа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Көп рахмет.